Қазір кері бұрылу сондайды қарастыратын боламыз. Қараңыздар, мына жерде міне ашық жер бар. Міне двойной сплошной дейміз. Екі тұтас сызық біткен жер бар. Міне осы жерден мен кері бұрылам. Енді бұл жерде қарсы бағытта көлік жоқ. Сол себептен бұрылуға ешқандай қауіп жоқ. Қарсы бағытта көлік болған кезде әрине қарсы бағытты өткіземіз. Мына қиылыста солға бұрылып көрейік. Пешеходты өткіземіз. Мына жерде міне қиылыс бойынша жүру бағыттары көрсетіліп тұр. Қай бағытта сізге жүруге болады. Осы біз тұрған жолақтан тіке немесе солға немесе кері бағытта жүре аласыз. Бұрылысты орындағанда өте мұқият болу керек. Қиылыста жан-жағымызға қарауымыз керек, өте мұқият болуымыз керек. Мына жолақтан тіке жүрсем де болады. Бірақ тіке жүрейін десем, мына жерде көрдіңіз ба, кедергі бар. Міне кішкене алға қарай шығып барып бұрыласыздар. Пешеходтың үстінен кері бұрылуға болмайды. Арттағы көліктерді абайлаймыз. Олар тіке жүргісі келеді. Міне мына қарсы бағытты өткізіп осылай тұрамыз. Қарсы бағытты өткізіп тұрамыз осылай. Асықпаймыз. Арттан сигнал берсе де біреу. Асықпайсыздар. Осылай. Міне үлгеретініңізді білгеннен кейін барып, жүрісіңізді жалғастырасыз. Міне осылай жатқан кезде қараңыздар. Мына жерде кері бұрылып жатыр. Өте қауіпті. Мына қиылыстан солға бұрылуды көрсетейін. Бұл жерден солға да кері де бұрыла аласыз. Қараңыз қазір. Өте мұқият орындауымыз керек. Қарсы бағыттан көліктер көп келе жатыр, көрдіңіз ба? Міне осылай қиылысқа шығамыз. Бұл жерде светофорда қосымша секция жоқ. Біз үшін сол себепті осы жасылға бұрылуға тырысамыз. Міне руль дөңгелегін бұрмайым пока мен. Міне қиылыстан тіке жүретін адам сияқты міне шығып тұрмын. Осылай мына көліктің артынан шығып тұрмын. Рульді пока бұрмаймыз. Просто тіке тұрады руль. Қазір енді ыңғайлы момент болатын болса жүреміз. Мына жүргізуші жаймен рулін бұрып бастады, жүріп жатыр. Міне қараймыз, асықпаймыз. Ана көлік жүріп кетті екен деп жүрмейміз. Мен мысал мына жерде өте үлгермейтінді біліп тұрмын. Сол себепті мен жүрмеймін. Міне мынау мигающий өтті мысалы. Сарыға өтті десек те болады. Содан кейін барып міне бұрылысыңызды аяқтайсыз маневрды. Біз жасылға шықтық қой. Енді қиылыс үстінде маневрды аяқтадық. Көрдіңіз ба? Асықпаймыз. Ана алдымыздағы көлік жүріп кетті екен деп. Мынау мысалы тар жол. Тар жолдарда өте мұқият жүруіміз керек. Мына көліктердің біреуі атып шығуы мүмкін. Арасынан адам атып шығуы мүмкін. Артқа жүрейін деп жатса, қандай свет жанады, комментарийге жазып кетіңіздер. Міне пешеходтан уже светофор. Міне мына көлікті өткізе салуыма болады мен. Себебі бәрібір светофорның қызылына тұрам. Мына көлікті өткізе салуыма болады, екі көлікті. Көрдіңіз ба?
Себебі бәрібір мен светофордың қызылына тұрамын, маған ол светофорға тұрып алып бұл екеуіне кедергі жасағаннан ешқандай пайда жоқ. Міне жүргізушілердің бәрі осылай мәдениетті, бір-біріне жол беріп, сол бүкіл жол ситуациясын түсініп жүру керек. Түсінікті ғой? Міне қауіпсіздік бірінші орында. Міне жүргізуші, міне риза, көрдіңіз ба? Енді риза болған жүргізуші жолда апат тудырмайды. Бұл довольный кетіп баратыр. Бұл да қазір біреуге солай жол береді. Ал бір-бірімізге жынымызға тисек, бұл да біреудің жынына тиеді. Сондай жолда бәрі эмоционалды, дұрыс негатив состояниеде болып қалады, дұрыс емес. Сол себептен бір-бірімізге қамқорлық таныту керекпіз жолда. Біз жүргізушілер мәдениетті болуымыз керекпіз. Барлығы жақсы болып, нервный болмай жүретін болса, демек жолда қауіпсіз болады. Міне мына қосымша жолақпен мен светофордың несіне қарамай жүре берем. Бірақ мен мына жерде қарауым керек қазір. Міне жол берем мен. Солға жолға ауыстырған кезде жол беріп барып жолға шығамын осылай. Осы күшті көрдіңіз ба? Светофорды күтіп тұрмайсыз. Тіке жүретіндерді күтіп. Сіз осылай қосымша жолақпен бұрылып кете бересіз. Міне мынау оңға тұрайын деп жатыр. Сол үшін мен бұны сол жағынан айналып өтем. Бірақ сол жағынан айналып өткен кезде асықпай, айнаға қарап қауіпсіз екеніне көз жеткізіп. Ал егер жаңа мен жақта, сол жақта көлік болған жағдайда мен айналып өтпес едім, мен күтер едім анау пока парковкаға кіргенше. Сол себептен оны қарайсыз өзіңіздің жағдайыңызға. Сізде мына сол жақта көлік болса, әрине айналып өтпейсіз оны. Бұл жерде реттелетін жаяу жүргінші өткелі. Мен постоянно айтамын, мына бүкіл қоғам білу керек. Мына реттелетін, реттелмейтін деген жаяу жүргінші өткелі бар екенін бүкіл қоғам білу керек. Қараңыздар, міне қиылыста рұқсат етілген бағыт. Енді бұл жерде қиылыс қатты не емес. Сол себептен міне қиылыста рұқсат етілген бағыт. Қатты қиын емес бұл жерде қиылыс. Оңға бұрылу. Бірақ сонда да пешеход бәрін қарап отыруыңыз керек. Кейбіреулер Құдайдың оңға бұрылып жатқан көліктің артынан барып соғады ғой. Міне мысалы реттелмейтін жаяу жүргінші өткелі. Міндетті түрде жылдамдықты бәсеңдетіп келу керек. Адам болса да, болмаса да. Аяқ астынан адам шығып қалуы мүмкін бұл жерде. Білмейсіз. Сол себепті сізге мен постоянно айтам сол. Сізге гарантия жоқ. Пешеход атып шыға салады. Пешеходқа да гарантия жоқ. Жүргізушілер басып кете салады. Сол себептен бұл жерде жүргізушіде, пешеходта бәрін түсініп жүру керек. Қараңыздар. Міне 3 жолақ. Бұл жерде енді өзіміздің жолақпен жүрісімізді жалғастыра береміз. Қайтадан пешеходта жылдамдық бәсеңдетіп жүреміз. Мына қиылыста мен қазір солға бұрылғым келеді. Көрдіңіздер ме, қалай қиын мына жерде солға бұрылу. Ұзақ, ұзыннан ұзақ.